Ассалаумағалейкум, Жаңа Қазақстан, Байгам Темірбеков көрермендері, сіздерді барлықтарыңызға қош келдіңіздер деймін, және міндетті түрде лайк басып, маған тіркеліп кетулеріңізді өтінемін. Сіздердің тіркелгендеріңіз мен үшін үлкен мотивация. Достар, енді сіздермен мен жаңалығымен бөлісейін. Жаңағы айтқан ол GPT чаты, ол GPT деген чатты Илон Маск ойлап тапқан искусственный интеллект. Яғни Google сияқты емес, одан да күшті болады ол. Бірақ соңғы обновлениенің өзі 2021 жылғы ма или 20-шы жылғы ма, соның өзінде өте керемет нәрселер істеуге болады. Ол жерде не істеуге болады, айта кетейік. Оның ішінде мысалы дипломный жұмыс жазатын болсаңыз, бір блог түсірсеңіз, бір история ойлап тапсаңыз, не сұрасаңыз, соның бәріне жауап береді GPT. Өйткені қазір әлем дамып жатыр, шетелдер Америкада мысалы қатты соны қолданып жатыр. Өйткені оның арқасында талай адам жұмыссыз қалуы мүмкін, бірақ оны көп адам әлі біле білмейді. Бірақ білген адамдар, онымен жұмыс істеп жатқан адамдар мүмкін бөліскілері келмейді. GPT чат қазір мен өзім дәл өзім көрсетем сіздерге, мысалы сұрақ қойып. Ол GPT чатты мен қайдан білдім? Ол чатты менің Самат деген бір жақын досым бар. Ол жігіт кезінде Америкада оқып келген переводчик, яғни тілді, ағылшын тілін жақсы біледі, қазір Алматыда тұрады. Сол жігіт маған айтты, досым орысша сөйлейтін жігіт енді, бірақ ол айтты, досым, сен оны міндетті түрде қара, өйткені саған керек нәрсе. Мен как раз енді видео түсіріп жүрмін ғой, сол кезде айтты, ғалым, сен видео түсіргеннің өзінде де сол чаттан сұра дейді да, сол чаттан сұрап көр, өзің сөйлесіп көр дейді. Ол саған көп көмегін тигізеді дейді. Расымен де ол маған көп көмегін тигізіп жатыр. Самат досыма да рахмет айтам, және қазақтар, дамитын кез келді. Жаңа Қазақстан міндетті түрде ерінбей жаңағы чат GPT-ді ашамыз, тіркелеміз ішіне, сосын сөйлесеміз. Сөйлескен кезде көресіздер. Оның возможностьтары бар ғой, адам сенгісіз мынау. Бір история саған ойлап таба ма, ол историяны қайттан қайталамайды. Керемет, достар, міндетті түрде чат GPT-мен жұмыс істейміз, және қазақтың дамығаны, яғни еліміздің дамығы, сіздің дамығаныңыз, ол біздің елдің дамығаны. Яғни ол менің айтқан ақпаратым мүмкін шынымен де біреуге көмегін тиер деген үміттемін. Өйткені бәріміз бір тудың астында жүрген елміз. Еліміз әрқашан биіктен көрініп, үлкен белестерді бағындырып, GPT чатынан керемет дүниелерді алуларыңызға болады, достар. Бұл жай ғана өтірік, видео түсіретін деген әңгіме емес. Бұл шын керемет ақпарат. Может, мүмкін кейбір адамдар біледі бұл жайында, GPT істеп жүргендер бар. Бірақ мен өз басым қазақ тілінде осы GPT-мен бөлісіп жатқан адамды мен өз басым байқамадым. Мүмкін сіздер байқаған шығарсыздар. Сол бұрын GPT-мен бөліскен адамдарға, мүмкін жасаған адамдар, осындай видео жасаған адамдар болса, оларға рахмет айтам мен. GPT-дің арқасында ақша табуға да болады. Мысалы, GPT-ге мысалы сұрағыңызды қойыңыз, кім болғыңыз келеді, мысалы блогер, строитель, кім болғың келеді, мысалы соны қой, сұрақты қойда, одан кейін ары қарай жаза бер. Сделай еще лучше деп. Бірақ енді расымен де қазақ тілінде бұл GPT дұрыс сөйлей алмайды, өйткені өз басым өткенде бір сұрақ қойдым да, қазақ тіліне аударып бер дедім, история, бірақ сол әңгімесі бір-біріне ұйқаспайды. Яғни ол қазақ тілінде дұрыс әлі сөйлей алмайды. Немесе біздің, білесіздер ғой, енді қазақтар қалай аударып тастаған кезінде тілімізді. Тікелей аударып тастағаннан кейін, мысалы ағаш, дерево, может ағаштың басқа мағынада сөздері бар, бірақ GPT оны түсінбейді, ол прямой, яғни тікелей аудара салады, сонда қазақтарға ол мүмкін түсініксіз болады. Сол себептен кем дегенде енді ағылшынша білсеңіз ағылшынша қолданыңыз, бірақ орыс тілінде жақсы сөйлейді, орыс тілінде жақсы түсіндіреді. Ол ақпарат, айтатын ақпаратын, достар, өте керемет ақпарат бұл. Білмеймін, өзім бұл видеоны жасамас бұрын ойландым, GPT-ге таң қалдым, және сіздер де білсін деп осыны әдейі үйде
палас қақшы деді, мысалы келіншегім палас қақшы деді үйде. Мен сол паласты қағуға уақытым болмай, сіздермен тез осы жаңалықпен бөлісу үшін машинаға отырдым да двордың артына барып осы видеоны түсіріп жатырмын достар. Шын айтам бар ғой, мысалы палас қақпай мен сіздерді қалай айтсам болады, палас қақпай келіп осы жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Мүмкін келіншегімді ренжітіп қойған шығармын, бірақ паласын қағып береміз ғой, ода тұрған түк жоқ. Бірақ айтайын дегенім достар, мына GPT-ді қолданыңыздар. Мен қазір телефонмен кіріп сіздерге өзім көрсетіп берем, мысалы сұрақтар қойып, пример ретінде, яғни мысал ретінде мен сіздерге қазір видео телефонмен түсірем, GPT-ге қалай сөйлесетінді бәрін көресіздер достар. Ақпарат ұнаса міндетті түрде лайк басамыз достар, міндетті түрде лайк басамыз және маған тіркелуді ұмытпаймыз. Бұл ақпаратпен достар бөлісу батырмасын басып, WhatsApp болсын, группалар болсын және тікелей досыңызға болсын, менің досым деген, осы менің қазағым деген адамдарға жіберіңіздер достар, міндетті түрде. Көп рахмет. Жаңа Қазақстан ғалыммен. Достар, мен GPT чатқа кірдім, чат GPT деп жазасыздар, міне мына жерде көріп тұрсыздар ғой. Чат GPT. Осылай жазасыздар және міне сұрақ қойдым, мен придумай историю об успехах про мальчика казах деп жазсағам. Сөйтсем, Болат был мальчиком из маленького казахского городка, который мечтал об успешной карьере в мировой модной индустрии дейді. Көрдіңіздер ғой? Осылай айтыпты, мысалы Болат туралы неше түрлі Астанаға барыпты, в общем, оқыпты, қанша ақша. Сосын дальше десем, кейде мысалы дұрыс жауап бермей қалған жағдайда или сізді қанағаттандырмаса сұрағы, жауабы, сіз міндетті түрде придумай еще лучше деп жаза берсеңдер достар, одан сайын сіздерге басқаша қылып істей береді, қосымшалар бере береді. Ешқашан жоқ деп айтпайды, бұл искусственный интеллект. Және қандай история ойлап тапса да, ондай историяны басқа біреуге ойластырып бермейді, ол бір-ақ рет қана ойлайды. Сол себептен мысалы напиши мне дипломную работу дейін. Работу про психологию деп жаза салайын, мысалы про психологию деп жаза салайын. Енді қате кетіп атсам ренжімеңіздер достар. Бұл жерде напиши мне дипломную работу про психологию. Конечно, я могу написать для вас дипломную работу про психологию, однако, чтобы облегчить задачу и написать работу, которая соответствует вашим интересам и требованиям, мне нужно знать следующую информацию. Тема дипломной работы. Осында темаларын жазып жібересіздер, мысалы требования өзі көрдіңіздер ғой, сроки выполнения работы, предлагаемый уровень, сложу работы, осының бәрін жазып берсеңіздер, олар сіздерге бұл GPT сізге бәрін жазап береді. Мысалы жазайын, помоги мне заработать деньги. Помоги мне заработать деньги в интернете деп жаза салайын да. В интернете. Так. Сұрақ белгі қоймай-ақ қоямыз, ол міндет түсінеді деп ойлаймын GPT. Так, мына енді GPT-ді қарап отырсаңыздар, көрдіңіздер ғой, ойланып отыр, енді жазады. Конечно, могу поделиться несколькими идеями, как заработать деньги в интернете, дейді. Однако учтите, что эти способы могут потребовать от вас времени, усилий, инвестиций, также могут иметь свои риски. Важно помнить. Көрдіңіздер ғой? Создание, продажа цифровых товаров, если владеете навыком веб-дизайна, программирования, көрдіңіздер. Бұл сіздерге шын өте көмегін тигізеді достар. Міне ерінбей әрбір қазақ осыған тіркелсін және міндетті түрде тіркеліп сұрақтар қойып керек нәрселеріңізді алып отырсаңыздар болады достар.
керемет жаңалықпен бөлістім деп ойлаймын. Және қазір жазып бітсін, мысалы, қалай ақша табу керек екенін маған жазып жатыр мына жерде. Енді мен оған жазғым келіп тұр қазір. Маған мақал мәтел үйретші деп жазып көрейін. Маған мақал мәтел үйретші деп сұрақ белгі қойып қойын, иә. Так, достар, мына көрдіңіздер, уже 4-шісін жазып жатыр. Инвестирование криптовалюта, мынау, сосын тұрасында еще лучше, еще можешь лучше деген сияқты сұрақ қоя берсеңіздер, ол сіздерге жауап бере береді. eBayде, Amazonда қалай ақша табуға болады деп жазасыз, оның үшін бәрін қазбалап сіздерге айтып береді, мысалы, да. Көп нәрсені үйретеді, Google айтпайтын нәрсені айтады. Бұл адам сияқты кәдімгідей отырасыз да, әңгімелесіз. Сіз бірінші сізге не керек екенін оны ақырындап түсіндіресіз. Ол сізді жақсы түсініп алған соң, сіз жайында өте ақпараттар біліп алған соң, ол сіз жайында ақпараттар біліп алған соң, сізге көмегін беріп, үлкен белестерді бірге бағындырасыздар, достар. Міндетті түрде тіркеліңіздер, GPT, өкінбейсіздер, достар, қазақтар. Қашанғы жүреміз, анау жаман, мынау жаман деп. Так, міне, маған мақал мәтел үйретші деп жазып жүрдім. Не дейді екен? Міне, уже, яғни біздің тіл, қазақ тілі ең қиын тілдердің бірі деп айтады ғой. GPT чаттың өзі түсінбейді. Так, сәлем, маған сізге мақал мәтел үйретуге көмектесе беремін. Мақал мәтел бұл бір түрлі нақыл сөйлеу дейді. Дегенмен оның мақсаты жан жақты ақпаратты таратумен байланысу үшін арқылы қолданылады. Мақал мәтелдерді мемлекеттік тарихи, философиялық, әдеби, ойындық, ғылымдық және басқа тараларда деген бар ма енді? Көрдіңіз бе, қазақша дұрыс сөйлей алмайды. Тараларда дегенді бірінші естіп тұрмын. Мүмкін мен қателесіп отырмын. Мақал мәтел қолдану мүмкіндігі жайлы кейбір міндеттері бар. Біріншісі қысқа 1-2 зат абзағаннан тұратын және тәрбиеленуші. Екіншісі олардың міндетті адамдарға. Білмеймін, мен бұл қазақша сөйлеген ұнамады, енді өздеріңіз көресіздер енді. Кім қай тілде сөйлесем десе, енді мен ойбай орысша сұрап жатқаным, қатты ойбай орыс тілсіз өмір сүре алмаймын деп атқан жоқпын. Ана тілде ақ сөйлескім келеді, бірақ менің білуімше бұл біздің ана тілде дұрыс сөйлей алмайды. Яғни керемет бас десе де біздің тілге басы істемей тұр ғой, бұл айтқанда. Сол үшін достар, керемет ақпаратпен бөлісім деп ойлаймын. Міндетті түрде маған тіркеліп кетіңіздер, достар. Осылай сұрақтарды қоя бересіздер, сіздерге жауап бере береді. Достар, GPT чатына тіркелу үшін Google Chromeға кіресіздер. Google телефон болсын, желательно компьютермен, енді бірақ телефонмен де кіріп тұр, менікі көрдіңіздер ғой жаңа. Сіздер кіресіздер, Google'ды басасыздар, чат GPT деп жазасыздар, сосын кіргеннен кейін логин деп тұрады, одан кейін регистрация деп тұрады ағылшынша. Сол жерде регистрацияны басып, яғни Gmail деп Google'дың кіріп жүрген Google'дың несін почтасын жазасыздар және тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін сол жағында ортасында астында чат GPT деп тұрады. Егер кіре алмай жатсаңыздар, міндетті түрде маған комментарияға жазыңыздар, мен сіздерге көмектесем, немесе қалай тіркелу керек жайында мүмкін видео түсіріп берем келесі жолы. Сол үшін достар, рахмет көп. Жаңа Қазақстан бай Ғалым Темірбеков арнасына тағы да рахмет айтамын көргендеріңіз үшін, және міндетті түрде тіркеліп кетеміз, достар. Лайк басамыз және достарымызбен бөлісеміз. Жақсы күндерде жүздескенше, ағайындар. Жаңа Қазақстан ғалыммен.